КТК телеарнасының төл туындысы «Тоғжан» сериалы алдағы дүйсенбіден бастап көрерменге жол тартады. Ерекше сценариймен өрбіген сериалдың әрбір бөлімі жұртты жалықтырмайтыны хақ. Туындыда телевизияның тартысқа толы тыныс тіршілігімен қоса әп-сәтте тағдыр тауқыметіне тап болған бас кейіпкердің өмірі шебер суреттелген. Олай болса 14 ақпан күні сағат 18:30-да жаңа хикаяның алғашқы бөлімін тамашалаңыздар. Қақаған қыстың аязына қарамай қарбаласа түсіріліп жатқан «Тоғжан» атты сериалдың қызықты болатыны анық. Режиссерлер мен продюсерлер көрерменді қалғытпау үшін барын салып жатқан байқауға болады. Шетелдік туындылардан кем түспеу үшін тіпті сценарийінің өзіне 10 адам жұмылдырылыпты. Мы очень долго его разрабатывали. Біз сериалды түсіру үшін ұзақ уақыт дайындалдық, актерлерді іріктеп таңдадық, сценарий мен құрылымына қатты көңіл бөлдік. 10 шақты адам бірігіп жазды. Телекөрерменнің көңілін аулау қиын. Қызық болмаса басқа арнаға ауыстыра салады. Сондықтан сценарийдің маңыздылығы жоғары. Туындыда өмірі аласапыранға толы Тоғжан есімді журналистің бастан өткерген қиын қыстау кезеңін көреміз. Сатқындық жасап кек қайтарған адамдардың кесірінен қайғыдан қабырғасы қайысса да, тағдырдың салғанынан тартынбаған өжет қыздың ғұмыры баяндалады. Тілшілеріміздің қиын жұмысын көрсете алатын жақсы жоба болады деп ойлаймын. Онымен қатар әр серия бойынша, енді бәрін айтып қояйын, әр серия бойынша бір жақсы немесе қайғылы оқиға болуы мүмкін, бірақ өмірде болған жаңағы сол оқиғаларды көрсететін боламыз. 70 бөлімнен тұратын туындының әр сериясының жеке сюжет желісі бар. Тағдырдың тәлкегіне түсіп, ақ жолдан адасып, теріс жолға тап болған өзге кейіпкерлердің де шымшытырыққа толы тіршілігін көретін боламыз. Ең қызығы, түсірілімнің басым бөлігі КТК ғимаратында болған. Бұл орындар негізі басқа мақсатта пайдаланатын, соған қарамастан арнайы құрылыс жұмыстарын жүргізіп, сериалды түсіруге ыңғайлы етіп дайындадық. Мысалға, бөлмелерге жарық, жылу жүргізіп, оны сыртқа шығармайтын материалдармен қаптадық. Барынша қолдан келгенімізді жасадық. Түсірілім тобы алаңсыз жұмыс істеді деп ойлаймын. 5 режиссердің қолтаңбасы бар бұл сериал жұрт жадында ел елегінде жүрген тақырыптарды қозғабақ көрерменнің көңілінен шықпақшы. Ендеше тек отандық әртістер ойнаған туындыны келесі аптадан бастап арнамыздан тамашалаңыздар. Нұртілеу Жылқышыбай, КТК, Алматы.